Сәлем достар, мен сіздерге бүгін кереметтей салфетканың тоқылу түрін көрсететін боламын. Оны салфетка түрінде қолдансаңыздар да және орындықтардың үстіне отырғыш ретінде тоқсаңыздар да болады. Бұл үшін бізге екі түрлі жіп және крючок керек болады. Мен 3 мм крючокпен тоқитын боламын. Өйткені жібім жіңішке, бірақ бос болып әдемі болып тұру үшін мен 3 мм крючок алырмын. Енді жұмысымызды біз кольцо жасап бастаймыз. Кольцодан жұмыс жібін іліп аламыз да осы жерден 3 петля көтеремін. Бұл бізде бірінші столбик болып есептеледі. Ары қарай тағы да 11 столбик тоқып шығамын. Яғни бізде 12 столбик болу керек. Столбик с накидом тоқып шығамын. Кольцодан айналдырып. Кольцо жасап не қыламасаңыздар, 6 петля без накида тоқып, домалаққа бастасаңыздар да болады. Маған осылай ыңғайлы болғандықтан мен осылай жасаймын. Жаңа айтып өткенімдей, егер жуандау жіппен тоқысаңыздар, көлемі үлкен болады. Орындықтардың үстіне отырғыш ретінде де қолдансаңыздар болады. Салфетка өте әдемі шығады. Қалай тоқылуын толық білу үшін видеоның соңына дейін қараңыздар. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Және мені қолдап, лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Сіздерден қолдау күтемін. Осылай 12 столбик тоқып шығамыз. Өте оңай тоқылуы. Столбиктеріңізді санап отырыңыздар. Екі столбик тоқимыз. Мен тоқып біттім. Міне ортада жіпті тартып, екі жақындатып, енді біріктіреміз. Біріктіру үшін бағана көтерген 3 петляның үшіншісіне крючокты кіргізіп, жұмыс жібін тартып алып, бірден екінші жіптен шығарып аламыз. Ары қарай тағы да 3 петля көтереміз. Бұл бізде столбик болып есептеледі. Енді әр столбиктің үстінен прибавка жасап, 2 столбиктен тоқып шығамыз. Яғни прибавка дегеніміз столбик қосу, қосып шығамыз. Столбик қосып шығамыз. Бізде бірінші қатарда 12 столбик болды. Енді екінші қатарда әр столбиктің үстінен 2 столбиктен тоқитын болсақ, 24 столбик шығу керек. Жаңылысып кетпеу үшін қарап санап отырыңыздар. Әр столбиктің үсті белгілі болып тұрады. Сол жерден бірден 2 столбиктен тоқып шыға бересіздер. Бұл бізде дөңгелегіміздің бір тегіс болып жайылып әдемі болып тұру үшін осылай жасауымыз керек. Неке мен тоқып шықтым екінші қатарды. Енді жаңағыдай үшінші петляға біріктірем. Біріктіргенде крючокты кіргізіп, жұмыс жібін шығарып, крючоктағы жіптен бірден шығарып аламын. Бірден шығарып аламыз осылай. Үшінші қатарда да 3 петляны көтеремін. Сол петля көтерген жерден бір столбик тоқимын. Енді бұл үшінші қатарда бізге 12 столбик қосылу керек. Сол үшін бірінші столбиктен 2 столбик, екіншісінен 1 столбик,
үшіншіден 2 столбик, төртіншіден 1 столбик, солай через тоқып кете береміз. Екінші столбикті тура сол столбиктің түбінен аламыз. 2 столбик тоқыдым. Енді 1 столбик. Яғни бізде үшінші қатарда 36 столбик шығу керек. Столбиктеріңізді санап төгілдеп отырыңыздар. Бір тегіс әдемі болып шығу үшін осылай столбиктерімізді рет-ретімен болғаны дұрыс. Яғни 2 столбик 1 столбиктен аламыз, одан кейін 1 столбик 1 столбиктің үстінен тоқып кете бересіздер. Бұл бізде үшінші қатар. Осылай айналдырып тоқып шығамыз. Мінекей үшінші қатар бітті. Әдеттегідей біріктіреміз. Үшінші петлядан өткізіп жіпті, крючокты кіргізіп, жұмысшымен шығарып алып, бірден шығарып аламыз. Бірден шығарып аламыз. Енді тағы да 3 петля көтереміз. Сол жерден тағы да 1 столбик тоқимыз. Столбик с накидом тоқимыз. Төртінші қатарда қалай тоқимыз? Төртінші қатарда тағы да 12 столбик қосылу керек. Енді бұл жерде бізде 1 столбик жеке-жеке 2 столбик тоқимыз. 2 столбик тоқимыз. Енді үшіншіден, яғни 4-ші столбиктің үстінен 2 столбик тоқимыз. Прибавка 4-ші столбиктің үстіне жасаймыз. Енді 2 столбик жеке-жеке. 5-ші, 6-ші столбиктарды жеке-жеке тоқимыз. 7-ші столбиктің үстінен прибавка жасаймыз. Прибавка жасаймыз. Жаңылысып кетпеңіздер. 4-ші қатарда прибавка 2 столбик, прибавка 2 столбик болып кетеді сонда. Осылай қағаздарды тоқып кете бересіздер. Негізі бұл салфетканы бір түспен тоқысаңыздар да болады, бірақ 2 түспен тоқысаңыздар өте әдемі көрінеді. Сол үшін мен 2 түспен тоқып жатырмын. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызбен тоқи бересіздер. Мінекей осылай рет-ретімен тоқып кете бересіздер. Прибавка 2 столбик, прибавка 2 столбик қылып тоқисыздар. Жаңылысып кетемін десеңіздер, белгілеп қойып отырып тоқысаңыздар болады. Мінекей мен 4-ші қатарды тоқып біттім, біріктірдім. Енді 5-ші қатарды бастаймыз. 5-ші қатарда енді прибавка 3 столбик болады. Яғни бізде әр қатарда 12 столбиктен қосылу керек. Әр қатардан 12 столбиктен қосылу керек.
яғни барлығы 6 қатар болады. 6 қатарда менде 72 столбик шығу керек. Прибавка жасайсыздар, одан кейін 3 столбик жеке-жеке тоқисыздар. Көріп отырсаңыздар, кәдімгі өзіміздің знакиді тоқимыз. Өте қарапайым. Қатты қиын ештемесі жоқ. Осылай жалғастырып тоқып кете бересіздер. Айналдырып тоқып шығамыз қалған. Мен 6-шы қатарды да тоқып алдым. 6-шы қатарда прибавка 4 столбик жеке-жеке тоқылады. Соңғысын көрсетейін. Прибавка жасаймыз. Прибавка дегеніміз жаңа бір столбиктің үстінен 2 столбик аламыз, я? Соны бізде прибавка дейміз. Енді 4 столбикті жеке-жеке тоқимыз. 2, 3, 4. Осымен біздің бұл күлгін түстегі тоқылу неміз аяқталды. Жіпті қырқып алып, неге осындай дөңгелек болып шығады. Жіпті қырқып алып, артық жіпті астына жасырып тастаймыз. Біріктірген кезде жаңағы 3 петлядан өткізіп аламыз. Енді жаңағы соңғы столбиктен теріс жағынан өткізіп аламыз. Осы жерде міне көрдіңіздер. Осылай өткізген кезде біздің столбигіміз қосылғаны білінбей қалады. Сол үшін осылай жасаймын. Ары қарай осы теріс бетіне өткізіп жіпті жасырып тастаймын. Артық жібін қағып тастасаңыздар да болады. Жіпті ұзындау қылып жасырыңыздар, өйткені жіп қысқа болып қалса сөгітіліп кетуі мүмкін. Сол үшін сәл ұзындау қылып алыңыздар жіпті. Егер бұлай жасай алмаймын дейтін болсаңыздар, қазір келесі жіп тоқылған кезде сол тоқылманың астына қыстырып жасап жүрсеңіздер де болады. Неге осылай болып шықты? Енді ақ жіпті қосамыз. Алтыншы қатарда мен жаңағы айтып кеткенімдей 72 столбик болу керек. Енді бастау үшін ақ жіпті іліп алып, кез келген жерден іліп алсаңыздар болады. Өзіңізге ыңғайлы жерден 3 петля көтеремін осы жерде мен. 3 петля көтеремін. Бұл менде 1 столбик болып есептеледі. Енді тағы да 2 столбик қосамын.
бұл столбиктердің арасына қосылған петля. Енді тура сол жерден қайтадан крючокты өткізіп бір столбик с накидом тоқимын. Бір петля қосамын. Енді келесі столбикті үш столбик тастап кетіп, төртінші столбиктен жасаймын. Бір столбик көтеремін, екі петля қосамын, қайтадан сол жерден бір столбик тоқимын. Бір петля қосамын. Енді тағы да үш жіп тастап, төртінші столбиктің үстінен тағы да тура осылай жасаймыз. Екі петля қосып, қайтадан сол жерден бір столбик тоқимын. Бір петля көтеремін, үш столбик тастап, төртінші столбиктің үстінен тоқимын. Мен қазір екінші қатарды да тоқып аламын. Мен оны осы тоқылғандардың үстінен екі столбик, екі петля, екі столбиктен тоқып шығамын. Тура осы неге ұқсайды, бірінші қатарға, бірақ екі столбик, екі петля, екі столбик болып түсу керек. Мынау қазір арасындағы екі петля қосып отырмыз ғой. Сол жерден тоқып шығасыздар. Сол екі петляның үстіне тоқисыздар. Мінекей. Осы қосқан екі петляның үстіне екі столбик, екі петля, екі столбиктен айналдырып тоқып шығасыздар. Мінекей, мен екі қатарды жаңа айтқандай тоқып шықтым. Енді үшінші қатарды бастаймыз. Үшінші қатарды мына біріктірген кезде столбиктердің үстіне крючокты өткізіп, жіпті іліп аламыз да, крючокта екінші жіптен бірден шығарып аламыз. Одан кейін үш петля көтеріп, келесі қатарымызды бастаймыз. Үш петля көтереміз, қасынан бір столбик с накидом тоқимыз, және де үш петля қосамыз. Үш петля қосып, бір столбик тоқимыз, тағы да екі столбик тоқимыз. Үшінші қатарда әр арканың үстінен екі столбик, үш петля, екі столбиктен тоқып шығамыз. Екі столбик, үш петля, екі столбиктен тоқисыздар. Өзі жаңа столбиктердің арасында екі петля ерекше болып ашық болып көрініп тұрады. Сол жерлерден тоқып кете бересіздер жалғастырып. Екі столбик, үш петля, екі столбиктен тоқисыздар. Көріп отқандарыңыздай қатты қиын емес, өте оңай және әдемі болып шығады. Егер ыстық тамақтың астына қоятын болсаңыздар, ортадағы дөңгелегін үлкейтіп, және осы айналасында үлкейтіп тоқсаңыздар болады. Енді мен айналдырып үшінші қатарды тоқып шығамын. Мінекей, мен тоқып біттім. Біріктіруді тағы бір көрсетіп жіберейін сіздерге. Үш петля көтергеннің үшінші петлядан өткізіп, жұмыс жібін бірден екі, жіптен де бірден шығарып аламыз. Екі жіпті іліп алып, бірден крючоктағы жіптен шығарып аламыз. Арға екінші столбиктен де тура солай шығарып аламыз. Ортадағы аркадан да солай шығарып аламыз. Енді үш петля көтереміз. Енді бізде үшінші қатар басталады. Төртінші қатар басталады. Төртінші қатарда үш столбик болу керек.
3 столбик, 3 петля, 3 столбик. 3 столбик, 3 петля, 3 столбиктен тоқып шығасыздар. Осылай тоқып шығасыздар. Енді бір петля көтеріп, бір петля қосамыз да келесі арканың үстінен тоқимыз. Келесі арканың үстінен де 3 столбик, 3 петля, 3 столбиктен тоқып шығасыздар. Bir петля қосамыз. Келесі аркадан тағы да 3 столбик, 3 петля, 3 столбик. Неке айналдырып тоқып шығасыздар. Төртінші қатары бұл бізде. Тоқып шықтым мен. Енді біріктіреміз. Біріктіруді көрдіңіздер ғой, үйрендіңіздер ғой. Үшінші петлядан өткізіп, жұмыс шыбын бірден шығарып аламыз. Одан кейін әр столбиктің үстінен тура солай жұмыс шыбын өткізіп шығарып алып отырамыз. Енді бізде 5-ші қатар. 5-ші қатарда тағы да 3 столбик, енді бірақ 6 петля болады. 3 столбик, 4 петля, 3 столбик. Осылай айналдырып тоқып шығамыз. 3 столбик, 4 петля, 3 столбик. Және арасында 2 петля қосып отырасыздар. Неке осылай тоқып шығасыздар. 3 столбик, 4 петля, 3 столбик. Арасына 2 петля қосасыздар. Айналдырып тоқып шығамыз. Мен мінеки 5-ші қатарды айналдырып тоқып шықтым. Енді 6-ші қатарда бірінші біріктіріп аламыз екі жақты. Ары қарай 6-ші қатарды тоқимыз. 6-ші қатар тура осы жерден бастаймыз. Ортаға өткізіп аламыз, жаңағыдай қосып. Сосын тағы да 3 петля көтеріп, осы жерден 10 столбик бірден тоқып шығамыз. 10 столбик бірден тоқып шығамыз. Столбиктеріміз тағы санап түгелдеп отырамыз, сонда біздің салфеткамыз бір тегіс әдемі болып шығады. 10 столбик бірден тоқимыз сол жерден. Санап отырыңыздар столбиктеріңізді.
осылай әр арканың үстінен 10 столбиктен тоқып шығамыз. 10 столбик 2 петлядан. Әр арканың ішінен 10 столбиктен тоқып шығасыздар. Осылай айналдырып тоқып шығасыздар. Бұл бізде соңғы қатар. Мінекей мен тоқып шықтым. Енді күлгін түспен араларына тоқып шығамыз. Ол үшін біз бағана 2 арканың ортасынан 3 столбиктен тастап кеттік қой, соның ортасындағы столбиктен бастаймыз. Ол үшін біз петля теріп біріктіріп шығамыз. Екі арканың ортасынан петля теріп күлгін түсті жіпті жүргізіп шығамыз. Мінекей осылай жоғары қарай өткізіп шыға береміз. Бос орнынан мына жерден мен 2 петля аламын. Жіптің үстінен 1 петля, тағы да 2 петля, жіптің үстінен 1 петля. Және айта кететін жай, бұл петлялардың санын біліп отырғандарыңыз дұрыс, өйткені біз қайттан қазір ізге қайтамыз. Сол үшін екі жағы бірдей болып тұру үшін петля санын санап біліп отырыңыздар. Мінекей жоғарғы жаққа жеттік. Жұмыс үстінен, жіптің үстінен 1 петля аламыз. Енді біз бағана 10 столбиктің үстінен без накида 10 столбик тоқып шығамыз. Без накида әр столбиктің үстінен жеке-жеке тоқып шығасыздар. Мінекей осылай 10 столбик без накида тоқисыздар. Соңғы столбиктің үстінен тоқыдым. Ары қарай келесі ортадан төменге қарай, яғни ортаға қарай тағы да петля теріп шығамыз. Бұл жерде мен 3 петля көтеремін. Жіптің үстінен 1 петля көтерем. Одан кейін сол жерден 2 петля көтерем. Ара қашықтығына қарап петляларыңызды қосып шыға бересіздер. Бірақ санын біліп отырыңыздар, өйткені қазір жанынан тағы да осылай қатар тоқисыздар. Сол үшін петля санын білгендеріңіз дұрыс. Мінекей 2 петля қосамын, жіптің үстінен қосамын, ары
қарай тағы да ортада ашық жерден 2 петля қосып ары қарай тағы да өтіп кетемін. 2 петля көтеріп, енді жаңағы 3 столбиктің ортадағы столбигіне жіпті біріктіріп біріктіреміз де жұмысымызды айналдырып қайтадан жоғары қарай тура осылай петля көтеріп шығамыз. Петля көтереміз тағы да. Көрдіңіздер ме, осылай шығады. Енді қасына жанына тағы бір столбик түскен кезде ол кезде өте әдемі көрінеді. Қазір өздеріңіз көресіздер. Тура жаңа бірінші тоқығанымыздай 2 петля алған жерден 2 петля, 1 петля алған жерден 1 петля алып жоғары қарай тоқып шығамыз. Неке жоғары қарай көтереміз. Мен мына жерден 3 столбик көтеремін, өйткені арасы ашықтау. Жіптің үстінен 1 столбик, тағы да 3 столбик тоқимын. Көріп қоя. Енді 10 столбиктің үстінен без накида 10 столбик тоқып шығамыз. Мінекей осылай жалғастырып тоқып шыға бересіздер. Көріп отырсыздар, қатты қиын емес. Бос орнынан бос петля, жіптің үстінен 1 петля алып айналдырып тоқып шығасыздар. Ортадан 2 қатар өтесіздер.
столбиктердің үстінен без накида столбик тоқып шығасыздар. Неге ары қарай толық айналдырып тоқып шығасыздар. Неге айналдырып тоқып шыққанда осылай болып шығады. Өте әдемі осылай болып шығады. Егер салфетка ұнаған болса, лайк басып комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Рахмет.